келін деп тұрған жоқ. Бала, сен істеп жатсың? Полиция апай, ақша алсай. Ойбай! Анажыға отырдар. Балалар, біздің деген білесіңдер ма, домның астына злой сосед кетті. Новыйдан соседтер келіпті, олар деген кәдімгідей злой екен. Бүкіл үйдегілердің барлығына арыз жазып. Біздің үйге келетін шығар, иә? Қорқып тұрған жоқсыңдар ма? Шулай береміз ба? Давайте. Не істейміз? Ашамыз ба? Ашпаймыз ба? Ашамыз ба? Мынау комнада тұр. Не? Давай бірінші, ашамыз. Наңыра. Сіз неге келдіңіз? Кім флап? Сендер не істеп жатсыңдар, барлықтарың флап. Кім? Айтыңдар маған тез. Мен деген Connection умыс тұра алмайын. Бесіндерге деген милиция шақырып штаб салыстырдым. Сендер ма хабарлықтарыңды ұру жандардың шығарам. Кімге сендер оны айтыңдар? Маған дұрыс беріңдер. Сендер ма еспісіңдер ма мені? Есіңдер құлақ аспайсыңдар менің сөзіме. Тез айтып тұрмын, бұдан кейін сендер екі ескерту жауабынан. Маған тез етіп Не сендер папаларыңмен қорқытасыңдар? Сендердің папаларыңнан мен қорықпаймын. Кім шақырсаңдар, оны шақырыңдар. Екінші әрі кешірмеймін, екінші рет үйлеріне келін деп тұрған жоқ. Бала, сен істеп жатсың? Мен қазір қайтып келем. Ана злой сосед деген милиция шақырам деп кетіп қалды. Не істейміз енді қазір милиция келсе балдар? Бізге арыз жазады ғой. Кімді тауып аламыз? Бізді қазір қамап тастаса не істейміз балдар? Полиция шақырамыз. Полиция суса қамап тастайды. Кімді қамап тастайды? Злой сосед. Сол өзін қаматтырып тастаймыз ба? Қалай қаматтырамыз енді оны? Бірінші полицияға звондайды. Ол деген уже шақырып қойған ғой, бізді қамаймыз деп. Не ғой? Ол злой сосед. Жаман деп айтады. Сосын ананы қамап тастайды. Өзін жаман деп. Шамалы ақша беріп жүреміз ба полицияның өзіне? Сөйтіп істегенше, қазір келіп жатса. Кім бұзық болады? Біз бұзық болған жоқпыз. Біз жақсы бала болып отырдық. Злой сосед деген жаман алдап жатыр. Сізді алдап жатыр. Сіздерге арақ түсті. Мен сендерді қанайын. Жоқ, полиция апа, бізді деген қамамаңызшы. Біз деген жақсы балдарымыз, біз вообще шуламаймыз. Олар өздері деген бәріне арыз жазады да, сөйтіп ақша істейді солар деген. Мен сұраңды қода. Мынау қағазда соны жазыңдар. Полиция апай, біз еш нәрсе жазбай қояқшы. Полиция апай, біз сізге деген ақша береміз. Сіз бізге жазбай қойыңыз, Жоқ, маған ақша керек бер. Полиция апай, ақша алсай, саған злой сосед ақша береді. Сосын магазинде бірнеше аласың. Қарасай, қандай ақшалар бар? Көп зат аласың. Алсаңызшы мына. Мират аласың, типси. Қараңдар, злой соседтің ақшасын бізден алып, парақор екен мына апай. Злой соседті қамап тастайсың. Маған бірнеше аласың. Жақсы болып қалды ғой. Полицияға сағатым сағат.
Маған мынау деген жұмыстан шығамын дейді. Давай мына полицияны байлап тастаймыз ба? Жой шашетті бая, жой шашетті қымбаттастай. Қарса біздің ақшамыздың бәрін алып алып, енді бұны біз байлап тастайық. Столға отырғызып тастайық. Сосын өзі кешірім сұрап, сосын ұзақ уақыттан кейін жібереміз. Иә. Иә? Естімесін анау. Иә, естімей қалсын, иә? Басынан деген сковородкамен бір ұшымен ұстап алайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наталья, отырғызайын. Мынау деген ауыр ғой. Бір түріне қарасаң, Біз мынаны тез байлау керекпіз. байлап тастайық, иә, тез. Мен бірінші аузын байлайын бұны. Мен мынаны дайындай берем. Мен аша берем ба? Бүйтіп байлап тастаймыз. Мына полицияның еще қашып кетпесін деп аяғын байлап тастайық. Иә. Әйтпесе секіріп қашып кетсе. Секіріп қашады бұндайлар деген. Иә? Иә. Болмаса көзіңді жұмып қояйық та. Көзін жұмбаймыз. Ұйықтап отыр ғой ол. Бүйтіп қоя салайық, иә, түрін жауып. Сосын ана есігімізді тағы ұрғатқан сияқты. Есікті ашпай қояйық, иә, оған. Ол зар страшетса. Аз ойсыз етіп, қазір мына полицияны байлап тастағанымызды көрсе деген бізге тағы да арыз жазып жүрер, иә. Нанғара, Дархан, Нанғараны оянды. Жібемдер. Әкел ақшамызды, біздің ақшамызды алып алып, еще бұл деген парақор ғой. Иә, ұялмайды еще. Мен сендерді сұтатам. Сен қалай шалмасаң, бізді қалай соттайсың? Әлді бұрын қара сығам. Қалай шығасың? Қалай шығасың? Мінісің сендеге. Ана бізге факи көрсетіп жатыр. Еще ана злой соседті кіргізбей қойдық. Нанғарана өзінше шығып кетемін деп отыр. Қасаш біз ұйықтайықшы барып, иә? Яқта жүр, шай ішіп қайтайықшы. Жүр, шай дайындап екеуі шай жейтін алып отыра берсін, иә? Иә. Хатыр, хади. Біз шайымызды дайындап алайық. Что-то қарның ашып тұрған сияқты. Алма жеп алайыншы, иә? Иә. Андай алма жеп алайын. Мен тас қойдым. Аузымен іше берші шайды. Ойбай. Мама, көрмей тұрғасын. Қаш кетті. Дайындап ішеміз. Ей, Дархан, аңғара, анау қашып кетті. Дархан, бізді соттайтын болды. Не істейміз, Дархан? Иә. Қашып кетеміз ба біз? Мынау тағы ұзайтта басылды. Олар көп болып келеді ғой қазір. Бізге іздеп келетін болды. Мына жердің бәрін жасып қояды. Оны ұлаған жоқпыз, тескен жоқпыз деп айтамыз. Аңғарана қағазында алып қояйық. Жаңа алып келді ғой бізге бәрін тақыстайық ішіне. Иә. Иә. Ей, көрсеңдер, көріңдер. Не істейміз, Дархан? Бізге штраф жазып беретін шығар, иә? Ақшамызды алып беретін шығар. Ойбай! Мынау мені деген бір тепті ғой. Оның да біті кетті. Қой, қазір тағы да бізге арыз жазып жүрер. Түрі жаман екен. Тамақ жейін. Ана жерге отырыңдар. Мына
жақтың бытышты шығып жатыр, мынаның ішінде деген стройка болып жатыр ау деймін негізі ше. Сендер менде ұратыңдар. Енді сіз жұмыстан шығам дедіңіз ғой. Еще ақшамды алып қойдыңдар. Біз сізге енді не істей аламыз, біз мына жақтан қалай шыға аламыз? Осы бір шартым бар. Қандай шарт? Мынау күштегі бәрін бұтып тастауым керек. Сенде бір бұтым керек сенде. Біз сонда мынаның бәрін мына үйді сізге тұрғызып беруіміз керек па? Мына бөлме шығарып. Иә. Давай, келсеңіз Тархан? Иә. Сосын шыға жібереді ше? Иә, шығарады ау деймін. Сөзіңізде тұрасыз ба, почта? Ойбай, зорға бітірдік иә мына үйді деген. Иә. Жыс қиын екен. Мақта жасаттыңдар енді. Енді деген шаршап кетіп қой, бір күнде бітіреміз деп. Полиция апа, жіберіңізші өтініш. Şimdi жақсы жасаңдырыңдар. Енді көзімге көрінбеймін. Ұстап алсам соттаймын. Тархан, тез қашып кетейік иә, жіберіп тұрған кезінде. Полициямен ойнамаңдар. Жандарымды сыға жерем. Қыса бейсендер қайтып ап қоймаңдар. Ұстап жіберем.